Менде соңғы кездері бәрі күрт өзгеріп кетті. Ата-анам, бауырларым соңғы рет Алматыға жолға шыққан кезде авариядан бәрі кеткен етін. Сол кезден бері мен өзімді кешіре алмаймын. Неге сол кезде мен де бармадым деп ойлаймын. Ал мен болса жаңбыр қойған күні барып, мешітке барып Алладан бәрін тіледім. Мен бірінші жабық киімді киіп алдым. Себебі мешітке ашық киіммен кіруге болмайды, және шашты жайып кіруге болмайды. Мен болдым. Шашымды түйіп алып, жабық киімімді киіп алдым. Мен енді тілеймін. Я Аллам, өтініш, маған жаныма серік болатын күйеу бере көрші. Мен осы отбасымның кеткенінен бастап тым өмірге деген ынтам жоқ. Менің көңілімді аулап жүретін, менің жаныма серік болатын күйеу және балалар берші, я Аллам. Күшті күйеу жолықса екен, сізден тілерім соңғы рет осы. Ал мен қазір бақыттымын. Осындай баспанам бар, 2 қыздарым бар, және де бірақ ең өкініштісі, күйеуім мені тастап кетті. Ол жағын енді білмеймін. Өзі маған ажырасайық деп ұсыныс жасады. Содан кейін уже мен білдім, ол менен қалай құтылғысы келмей жүргенін. Ал қазір менің 2 қыздарым бар, мен бақыттымын. Қыздарым, жүріңдер, тамақ жеміз. Жарайды анашым, қазір барамыз, бара беріңіз. Жарайды, онда келе қойыңдар тезірек. Мен қыздарыма осындай тамақ істеп қойдым, өте дәмді қылып. Менің бар мақсатым осыларды бақытты етіп, еркелікке малынтып өмір сүргізу. Я солай айтайсың. Так, қыздарым, азанда садикке барасыңдар, сол үшін қазір тезірек ерте ұйықтап қалыңдар. Жарай ма? Азанда тұрмай жатасыңдар, мама деп. Жарайды, мама. Бірақ шем, мен сабаққа барғым, садикке? Мен садикке барғым келмейді. Ал мен барам. Мама, сіздің тамағыңыз өте күшті болыпты. Рахмет. Жарайды, барып ұйықтаңдар онда. Жарай ма, қыздарым? Барыңдар, мен жинап тастайын. Болыңдар, ұйықтаңдар, қыздарым. Анашым, біз қазір тісімізді жуып алайық. Тісімізді жуып, бет-қолымызды жуып ұйықтаймыз. Жарайды. Қайдасыңдар өзі? Мен оларға осы комната істедік, то есть. Так, болсаңдар шей. Мама, қазір біз тісімізді жуып алайық, сосын барып ұйықтаймыз. Жарайды ма? Жарайды. Болды, онда тістерін жуып тезірек ұйықтаңдар. Уже сағат 7 болып жатыр.
Қазір 8-де ұйықтайтын болыңдар. Так, енді пижамамызды киіп, біз де ұйықтайық. Себебі мен тұрып азанда оларға завтрак дайындауым керек. Ал сіздер бос отырмай тіркеп лайк басып отырыңыздар, достар. Мені тезірек 800 оқырманға жеткізіп тастаңыздар, достар. Болды, енді жатайық. Маған тіркеліңіздер, достар. Мен күн сайын қызықты видеолар салып отырамын. Так, камераны көрейік. Мына қыздар чота жоқ, неқта жоқ. Тіс жуған еді бағана. Жоқ. Мынау солардың коридор. Неде өздерінің бөлмелерінде екен. Ал қарайық, не сөйлеседі, не істейді. Чотанда қара доска қойып жатыр. Жазып қоясын. Ал мына қыз вроде киініп жатыр ма? Бір істеп жатыр. Не істейді екен енді бұлар? Все. Ұйықтайық. Ал достар, сіздерге осы видеоны тіркеп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге өте алғыс айтамын. Сау болыңыздар.